Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы бірлесіп, мемлекеттік қызметшілер мен күш құрылымдары арасында шахматтан турнир ұйымдастырды. Шахмат ақыл ой спорт түрі және әлемдегі кең таралған ойындардың бірі. Наурыз мерекесі қарсаңында шахмат үйінде өткізілген турнирге жалпы 40-қа жуық әуесқой шахматшы қатысты. Шахмат ойыны бұл ерекше бір ойындардың бірі, өйткені ойлау қабілетін дамытады. Біріншіден стратегиялық ойлау қабілеті дейді. Қазір уақытта мемлекеттік қызметшілерге сондай талап қойылады, стратегиялық ойлау. Бұл уақытта енді оларда шахмат ойнаған кезде алдын ала жаңағы әрбір қадамын, яғни мемлекеттік қызметте де жұмыста да осындай мысалы қадамдарды жасаған кезде стратегиялық және тактикалық ойлау қабілеттерін дамытуға өте пайдалы деп ойлаймын. Шахмат арқылы адамның стратегиялық және ойлау қабілеті артады. Сағынтай Әлкенов аталмыш спартакиадаға жылда қатысуға тырысады. Өткен жылдағыдан қарағанда биыл жақсы дайындықпен келген. Жеңімпаз қатарынан көрінуге бар күш-жүгерін жұмсауда. Кішкентай кезімнен ойнаймын, бірақ үнемі емес. Шахмат ол ақыл ойдың ойыны. Осы шахматқа біз команда ретінде қатысамыз, бұл корпоративтік қатынасты күшейтуге ықпал етеді. Осындай шаралар алдада болып тұрса екен деген тілегім бар. Ойын қорытындысы бойынша жеңіске жеткен командалар әкімшілік, мемлекеттік қызметшілер жеке, күш құрылымдары органдары арасындағы жеңімпаздар жеке медаль, кубок және грамоталармен марапатталды. Марина Сахарова, Анатолий Класин, ертіс ақпарат.